Қимыл көптеген дәрінің орнын басуы мүмкін, бірақ бірде-бір дәрі қимылдың орнын баса алмайды. Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдансаң, дәрігерге пысқырып та қарамайсың. Дәрігерде 3 қару бар. Олар сөз, өсімдік және пышақ. Бүкіл медицина саласын 2 қатарға жинаймын. Сөздің көркемдігі оның қысқалығында. Тамақтанған кезде аз же, шипа дұрыс қорытылуда. Егер менің досым менің дұшпаныммен достасса, досыммен дос болу қажет емес. Шекерден сақтан, оған у қосылған. Өлі жыланға қонған шыбыннан сақтан. Әрекетсіздік пен тойғұмарлық надандықты туындатып қана қоймайды, олар науқастықтың да себебі. Дәрігер деген сұңқардың көзі, қыздың қолы, жыланның даналығы және арыстанның жүрегі сияқты қасиеттерге ие болуы керек. Гимнастикамен дос бол, әрқашан көңілді жүр. Сонда сүрерсің 100 жыл, тіпті одан да мол. Микстура мен ұнтақ дәрілер денсаулыққа қате жол, табиғатпен емдел, бақшада не таза көл. Асқазанның жауларының бірі шектен тыс тою, өйткені ол ашқарақтың денесін семіртеді, тамақ оған сіңбейді және дене одан азықтанбайды. Пайдалы жұмыс пен пайдасыз жұмысты одан кейінгі жеңілдеу мен жақсы тәбетпен орынды пульс пен тыныстан және басқа да күштердің жағдайынан ажырата аласың. Тамақтануда орнымен же, бір қалыпты бол. Міне бір өсиет. Екінші өсиет, шарапты аз іш. Ішің ауырса, оны ауруға айт. Дені сау, оны түсінбейді. Дене шынықтыру жаттығулары әр адамның жасына, әл қуатына сәйкес әрқилы болуы керек. Орта жастағыларға салт атпен қыдыру тиімді болса, күш қуаты кемеген кекселерге жаяу жүрген пайдалы. Сондай-ақ боз балаға қолайлы тағам қарттарға зиянды болуы ықтимал. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, онда ұнтақталған грек жаңғағы аралас балды үзбей жей бер.